көп кәсіпкерлер байқаймын, сату менеджерлеріне қатты акцент береді. Неге? Өйткені олар ақша кіргізеді да. Олар сатады ғой. Оларға пайыз береді. Мысалы, олардың айлықтары 500-600 мың. Бірақ бухгалтер, финансист, мысалға, білмеймін, бір завсклад деген мамандарға азғантай айлық береді да. Енді олар тасиды ғой, тасымал. Аналар сатпаса олар не тасиды дейді да. Бірақ мынандай нәрсе бар. Кез келген соғыста, әскер соғысқан кезде өзі алдыңғы шеп, артқы шеп деп бөлінеді. Алдыңғы шеп дегеніміз ол жаумен бетпе-бет кездесетіндер ғой. Маркетинг мамандары, сату мамандары олар алдыңғы шеп да. Бірақ алдыңғы шеп соғыста ешқашан жеңбейді, егер артқы шеп өзінің қызметін жасамаса. Артқы шеп дегеніміз кім? Алдыңғы шептегі жарақаттанғандарды емдейтін, олардың тамағын тасып беріп отыратын, сосын садақшылар бар ғой. Алыстан алдыңғы шептің жұмысын жеңілдету үшін садақпен алыстағы жауларды атып отырады. Алдыңғы шеп артқы шепсіз жеңіске жете алмайды. Тура сол сияқты сату менеджерлері, маркетинг бөлімі алдыңғы шеп, бірақ бухгалтер, склад, грузчик, завсклад, қаржыгер, олардың бәрі артқы шеп. Егер артқы шебіңіз дұрыс құрылмаса, сату менеджерлерінен пайда жоқ. Екеуі теңдей болу керек та. Ақша табатын бөлім ақша табуға